Қазақстанда партия құрылады деп. Соған көп армандаған. Біраз басшылармен, бүкіл партиялардың басшыларымен кездесіп, олардың пікір ойларын тыңдап, олардың съездеріне қатынасқан. Содан кейін менің өз жалпы арманым болып еді. Мына партиялар қашан қосылады. Міне сол күн бүгін келіп отыр. Сол күн келген үшін мен де алыста қалмайын. Мен өзім армандап едім. Ондай арманда болған үшін неге мен қалып қоямын? Жоқ, мен қалмаймын. Солардың әріптесі болғым келді. Олардың тірегіші болғым келіп, осында келгенім сол. Мен бүгінгі күнді тарихи күн деп санаймын. Неге десеңіздер, мұндай күн әрбір мемлекетте болуға тиісті. Міне біздің мемлекетімізде де осындай күнге міне келді. Екі үлкен партия халықтың бойын ойлайтын, халықты жағдайын, бұл әлеуметтік жағдайын көтергісі келетін партиялар қосылды. Бәрі міне саусақ, екі саусақ, үш саусақ бірлікпей жұдырық болмайды. Сол жұдырықта күш, осы күш болу үшін халықтың сөзін бір жерден шығаратын, бір ойда болатын бірліккен партияға. Сонымен құтты болсын дейін. Әр қарай осы бірліккен партияның болашағы мол болып, шынымен халық сүйетін партия болсын, халықтан шыққан партия болсын, халықтың партиясы болсын, халықтың сөзін сөйлейтін, халықтың мүддесін қорғайтын, халықпен бірге жүретін партия болсын. Сосын жалпы сіз парламентте депутат болдыңызде, биліктер болдыңыз, жалпы осы оппозициялық партиялардың қосылуынан кейін оппозицияның қатарына өтуіңізге түпкілікті не себеп болды деп ойлайсыз? Әлде бүгінгі билікті жүргізіп отырған саясатшының көңілінен шыққан ба? Мен депутат болған кезде енді азаматтардың ішінде біреу болатынды, шындықты айтатын. Ешкімде мен қорққан жоқпын, биліктен қорққан жоқпын, билікке қарсы шығатын. Жалғыз болсам да сол жерде даусымды халық естіген, естіп жүрсін. Бірақ өкінішке орай сол парламентті таратып жіберді. Таратқан соң енді білесіздер, партияның мүшесі ғана депутат болатын болды. Мені шақырған бір отанға жүр, кір, содан кейін содан сені депутат қыламын деп. Мен оған бара алмадым. Неге десеңіздер, қазір біз айтып жатырмыз. Тәуелсіздік, демократиялық мемлекет құрдық деп. Олай болатын болса, қазір бәріміздің ойымызды бір жолға салып, бір кісінің сөзін тыңдап қана, бір кісінің жолымен ғана жүріп, мыңдаған кісілер соны істегісі келді. Мен оған қарсы. Одан біз өткенбіз. Ол бізде болған оқиға. Оны қайталауға болмай, оны бүкіл халық қарсы шығып жойды. Олай болатын болса, не себептен біз қайтадан сондай партия бар? Мен осы қазір жиылған партияның ұжымына кіріп отырған себебім, менімше, бұл жерде ең демократиялық партия болады. Халықтың сөзін сөйлеп, халықтың ойын, пікірін, және ол халықтың әлеуметтік жағдайын жасауға, бүкіл ісімізді, ойымызды, бәрімізді
халық үшін ойлану керек. Бұл мемлекет халық үшін тұрмаса, ол не деген мемлекет? Әрбір қарапайым халық, анау жүрген шопан да ол біздің азамат. Осы мемлекеттің азаматы. Олай болатын болса, мемлекет ол азаматты қорғау керек, көтеру керек, әлеуметтік жағдайын жасау керек. Біз оны әбден қайыршы қылып жатырмыз. Соңғы сұрақ аға, егер парламент сайлауы бола қалса, осы партияның атынан депутат қатысасыз? Мені көпшілік оны біледі. Мен өзімді өзі ойбай мен барам деп айта алмаймын. Көпшілік өзі жиналады, көпшілік өзі айтады, көпшілік өзі кімді депутат қылғысы келеді, соған біз бәріне қосыламыз. Неге десеңіздер, көпшілік, мен айтып отырмын, демократия көштік па, сол демократиядан қашпайық, кетпейік. Демократия болған соң әрбір кісінің пікірін, әрбір кісінің ойын тыңдауымыз керек. Сол оймен ғана бір жолды салуымыз керек. Халық кімді таңдайды, сол барады. Жақсы?